Саламатсыздар ма? Құрметті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Әңгімені соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызды комментарийге жаза отырыңыздар. Алдан ала рахмет. Мен 3 баланың ортаншысы. Үлкен 2 ағам бар. Менен кейін сіңілім. Бірақ бұл өмірде бізден бұрын қиналған менің анам. Ол бізді өмірге әкелгенімен, өзі сол өмірде бақыт көрмеген жан. Анамның жастық шағы сурет сияқты, көз алдымызда. Әппақ, нұрлы жүз, күлімдеген көздер. Ақ төбелік нағашыларымыздың арасында өскен, ерке, сұлу қыз болған екен. Бірақ тағдыр оны біздің әкемізбен жолықтырды. Әкем ауылдың қара торы, өте қатал, ашушаң адам. Тазалықты шектен тыс жақсы көреді. Ал бірдеңе көңіліне жақпай қалса, қамшысын ала жүгіреді. Бала күнімде талай мәрте анамның соққыға жығылғанын көрдім. Біресе есіктің алдында, біресе аулада. Не үшін деп сұрасаң, себебі жоқ. Тек қызғаныш. Ақылға симайтын себепсіз қатыгез қызғаныш. Анам бір кездері сүйген адамымен қосылды. Бірақ сол сезімнің орнын қорқыныш пен жылау, көз жасы басып кетті. Қазір анамды көрсеңіз, бұрынғы әппақ жүзі күнге күйіп кеткен. Бетінде әжім, шашында ақ көп. Сұлу келіншектің орнында ішінен жылап жүрген кемпір. Кейде қарап отырып жүрегім ауырады. Біз үшін бәріне төзіп келген жан ғой. Бірақ мен енді білем. Санасыз еркек әйелін жүндей түтіп, өмірін жалмаған сайын, бір баланың жүрегінде жазылмас жара қалады. Сол жара менмен бірге өсіп келеді. Ағаларым ер жетті, мен бой жеттім. Бірақ біздің үйде уақыт өтсе де бір нәрсе өзгермеді. Ол әкемнің қабағы мен ашуы. Байғұс үлкен ағам өте жуас болатын. Мектеп бітіріп, бозбала атанса да, әкемнің алдында баладай именіп жүретін. Кейде малды дұрыс жаймадың, қораны дұрыс тазаламадың деп ашуға булығып ағамды аямай сабайтын. Сол сәттерде үйдің іші тып-тыныш болып қалатын. Біз анам екеуміз бұрышта үнсіз отырамыз. Әкемнің қатал мінезіне ешкім қарсы келе алмайтын. Сөйтіп жүргенімізде қорқынышпен бірге жек көру де ұялады. Мен де 11-ші сыныпты аяқтадым. Әрбір қыз баласының арманы мектеп бітіру кеші. Сыныптастарым мәз мейрам, көйлек тіктіріп, кешке дайындалып жүр. Ал мен болсам үнсізбін. Кеш жақындап қалды. Үйіміздің 2 үй әр жағында сыныптасым тұратын. Барлығы сол үйге жиналатын болып келісті. Сынып жетекшіміз де болады. Арнайы бақылап отырады деді. Қыздар мені үгіттеп әлек. Назерке, келсеңші, қасымызда бол, көрші үй ғой, 10 минуттық жер. Болмаса өзіміз алып кетеміз. Қыздардың қуанышты жүздеріне қарап, іштей жаным ашыды. Мен де сол кеште болғым келді. Балалықпен соңғы рет мәз болып, сыныптастармен қоштасқым келді. Бірақ менде таңдау бар ма? Анама жайлап айттым. Апа, көрші үйге барып келсем бола ма? Сыныптастар жиналып жатыр екен. Анамның жүзі сол сәтте сұрланып кетті. Қайдағы вечер? Үйде отыр, тыныш қана.
Әкең естісе бәрімізді қырады. Көзіме еріксіз жас келді. Өз үйімде отырып, көрші үйдегі кешке бара алмайтыным жүрегімді жаншыды. Сол сәтте ағамның иығында әкемнің қолы із қалдырғаны есіме түсіп, өзіме де сондай тағдыр бұйыра ма деп қорықтым. Бірақ жүрегімдегі үн тынбады. Бұл менің балалықтың соңғы кеші еді. Кеш басталатын күні әкем жылқы іздеуге шығамыз деп ағам екеуі кетіп қалды. Іштей қатты қуандым. Себебі жылқы жоғалса түн ортасында, кейде таңға жуық бірақ оралатын. Ал мені көрші үйде өтетін сыныптастар кешіне 12-ге дейін барып қайтуға мүмкіндік алам деп үміттендім. Анам барма дегенімен көңілі мені жетектеді. Бұл соңғы кеш еді. Мектеппен, сыныппен қоштасу. Алайда барған соң қатты өкініп қалдым. Қалған қыздар ерекше көйлекте, боянып, сыланып, әдемі болып келген. Ал менде қарапайым ғана көйлек. Тіпті бетімде бояу да жоқ. Мейлі, кішкентай боп көрінсем де бір сергіп қайтайын деп өзімді жұбаттым. Шай ішіліп, сыртта әуен ойналғанда басқа қыздармен бірге билей бастадым. Кенеттен ат тұяғы дүбірлеп әкем көрінді. Қолында қамшы, көзі от шашып тұр. «Әй қыз, жын ойнақтың ортасында не істеп жүрсің? Қайт үйге!» деп айқай салды. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Қатты қорықтым. Сөйлемек түгілі, аяқ қолым дірілдеп, сол жерде бұтыма жіберіп, яғни сиып қойдым. Әкемнен қорыққаным соншалықты, өзімді ұстай алмай қалдым. Сыныптастарым көріп қойды. Сол бір кешті сиып қойғанымды неше жыл өтсе де қалжың етіп айтып жүрді. Көйлектегі ылғалды бәрі байқады. Әкем болса сынып жетекшіме де бас салды. «Мұғалімсің бе? Не қылғаның? Жын ойнақтың басы өзің екенсің ғой. Балық басынан шірейді деген осы!» Қамшының ашуы арқамда, көз жасы бетімде. Көйлектегі масқарамен үйге қарай жүгірдім. Ол сәт мен үшін тек бір түн емес, бүкіл жастықтың дағындай көрінген сәт болды. Әкемнің сол күні оңбай таяғын жедім. Бірақ ол қамшының таяғы маған бәрібір еді. Өмірдің өзі қызықсыз тұғын. Анамдай сұлулығым болса да, тіршіліктің еш мәні жоқтай сезілетін. Не оқуға бармадым, не сыртқа шықпадым. Үнемі үйде қамалып, үй күшік болып жүрдім. Арада бір жыл өтті. Үлкен ағамның жасы 25-тен асып кеткен. Үйге жеңгелерім келсе болды. «Аққайным, қашан келін әкелесің? Қыздармен таныстырып қояйын ба?» деп қалжыңдайтын. Байғұс ағам ол сөздерге ұялып күліп қана қоятын. Ішінде не бар екенін ешкім білмейтін. Көп ұзамай ешкімге тіс жармай ештеңе айтпастан ағам бір әйелді келін етіп үйге алып келді. Сөйтсек, ол туыс жеңгеміздің күйеуден қайтқан жесір қалған сіңілісі екен. Ағамның өзі ұнатыпты. Малға барамын деп әкемнен жасырып, сол әйелмен кездесіп жүрген сияқты. Үшінші кездесуден кейін әйелдің келісіммен алып қашыпты. Әкем келген келінің тарихын білген бойда ағама: «Кім саған біреудің жесіріне үйлен?» деді. Құрт мына албасты қатынды. Ағам алғаш рет әкеме дауыс көтеріп: «Мен осы қызға үйленемін, еш қайда апармаймын» деп еді. Әкем ашуланып 25-тен асқан ағамды
әбден сабады. Туыстарымыз араша түссе де ешкімді тыңдамады. Ақыры әкемнің ашуын көрген келін сол бойы орамалын тастап үйден қашты. Ағамның жанын күйік жеді. Үнсіз күресіп, үнсіз кетіп қалды бұл өмірден. Өз-өзіне қол жұмсап, жаны тыныштық іздеді. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Елдің бәрі әкемді кінәлады. Өз баласын өлімге итерген тас жүрек деп сыртынан емес, бетіне де айтқандар табылды. Бірақ ол үндемейтін. Тек анам көзіндегі жаспен өмір сүріп жүрді. Анам ешкімге көрсетпей үнсіз жылады. Өмір бойы таяқ жеп жүріп, бәрін кешіріп келді. Балаларын жетім қылмайын деді ме, әлде қорқыныш жеңіп кетті ме, кетіп қалмады. Сол шешем ағамның өмірін жалмады. Мүмкін сол кезде кетсе, бәрі басқаша болар ма еді. Ағамның бетін жапқанда бүкіл үй тыншыған еді. Тек жүректер жуылып тұрды. Көптен көрмеген туыстар келді. Солардың ішінде әкемнің туған қарындасы да болды. Көз жасын тия алмай бізге қарап еңіреп тұрды. Ол әкемнің қандай екенін жақсы білетін. Әкемнің қарындасы бір кездері қашып кеткен. Ата-анасы марқұм болған. Содан менің әкем тәрбиелеп өсірген. Қарындасы үйден қашқан үшін осы күнге дейін араласпай кетіпті. Бір кезде адам аяғы басылған соң әлгі әпкем мені оңаша бөлмеге шақырды. Сөзі тік болды. Менімен жүр, бұл жерден қаш, құжаттарыңды ал, қазір такси келеді. Ешкімге айтпа, әйтпесе әкең сені де өлтіреді. Сен де өмірден құр қаласың, деді. Шын мәнінде ағам кеткелі менде өзіме қол салып өлгім келді. Амалсыз анамның қасында сүйретіліп жүрген едім. Әпкемнің сөзінен кейін көзімнен жас ыршып кетті. Үнсіз бас изеп келістім. Бөлменің бір бұрышында отырып, дірілдеген қолдарымен бір жапырақ қағазға 2 ауыз сөзді әрең түсірдім. Мені іздемеңдер, енді қайтып келмеймін. Осыны жазып болған соң құжаттарымды жұқа салафанға мұқият орап, киімнің ішіне жасырып алдым. Үй ішіндегі абыр-сабырды пайдаланып, әпкеммен бірге үн-түнсіз қашып шықтым. Жол бойы көліктің терезесінен сыртқа көз тастап, үнсіз жыладым. Қайран жүрегім бір жақтан бостандықтың лебін сезініп қуансам, екінші жағынан ағамның өмірден қызық көрмей, тым ерте кеткені жүрегімді қарс айырды. Іштей бәріне әкемді кінәладым. Көр соқыр, ештеңені аңғармайтын бейшара әке. Анам ше, өз балапандарын қорғай алмаған, көлеңкеде өмір сүрген бейкүнә анам. Оған да ызам келеді. Мен өз-өзіме баяғыда-ақ уәде бергенмін, анамның тағдырын қайталамаймын деп. Бірақ тағдыр мені мазақ еткендей, дәл сол жолға итермелеп келе жатқандай сезімде еді. Алланың маған дәл осындай өмірді дайындап қойғанын білсемші. Әпкем үйіне келді. Күйеуінен ажырасып кеткен екен. Балалары бар. Ең үлкені менен 5 жасқа кіші ер бала. Анасының қорғаны. Бауырларына қамқор. Әпкем тойханада повар. Мені сол қасына алды. Бірақ администратор жас қыз деп даяшы етті. Сол жерде жұмыс жасап, ақша жинап жүрдім. Өзім қатарлы қыз жігіттермен араласып жүріп,
Әділ есімді өте қарапайым, сабырлы, қараторы жігітке ғашық болдым. Ол да маған ғашық болды. Бір-бірімізді қатты сүйдік. Әділ колледжде оқиды. Біздер 1 жыл бойы ғашықтар болып жүрдік. Бізге бәрі қызығушылықпен қарайтын еді. Бәрі бір күнде өзгерді. Күнделікті той, бірақ бүгінгі той ерекше болуы керек, деп администратор жүгіріп жүрді. Сол қаланың рекеттерінің қарындасының тойы екен. Бірдеңе дұрыс болмаса, администратордың басы бәлеге қалады. Сол үшін зыр жүгіріп, біздер де әбден жанталасып стол дайындадық. Әттең, бұл той менің де өмірімді өзгертетінін білсем, бәлкім, сол күні тойға шықпаста едім. Негізі демалуым керек болған. Бірақ бір даяшы ауырып қалып, мен орнына шығып едім. Той әлі басталмаған, дайындық қызу. Бір кезде есік ашылып, администратор алдын ала ескерткен рекетер келді. Қасында спортпен айналысқаны түрінен ақ білініп тұрған қара костюм, шалбар киген денелі, суық жүзді жігіттер. Қимылдары да, жүрісі де бірден үрей ұялатады. Ал бастығы ол жас көрінеді. Бірақ оның да жүзіне қарап оңай адам емес екенін сезесің. Бұзық екені көрініп тұр. Өзіне тым сенімді. Денесі тіп-тік, жанарын ешкімнен тайдырмайды. Ол ішке кіріп, үстел үстіне салфетка жайып, қыздармен әзілдесіп, күліп тұрған мені байқап қалды. Мен де олар жаққа еріксіз қарай беріппін. Кинодан талай көргенім бар. Ал шынайы өмірде алғаш рет ондай адамдарды көруім. Бір түрлі таңырқап, әлгі бастығына көзімді ала алмай қарап қалғанымды кеш байқадым. Ол жымиып маған тіке қарады да: «Охо, мынандай сұлу даяшы бар тойханада, той керемет, өтпей қайтсын», деді қулана күлген үнмен. Қып қызарған бетімді жасырғым келіп, басымды төмен салдым. Ішімде толқынған бір сезім, қорқыныш пен қызығушылық араласқан. Ол болса залды аралап, әр бұрышты мұқият қарап жүр. Администратор жанында жүгіріп, бәрін түсіндіріп жатыр. Бірақ мен анық сездім, әлгі рекеттердің назары менде. Көз қарасы маған қадалып тұрып алғандай. Той қызып жатқан. Әсем әуен, қуанышты күлкі, бірінен соң бірі айтылған ақ жарма тілектер. Сол сәтте залдағылардың назары ортаға шыққан бір келіншекке ауды. Бұл әлгі рекеттердің әйелі екен. Ол аға жеңгесі атанып құттықтау сөзін айтып жатты. Ішім бір түрлі құлазып кетті. Әйелі бар болса да, әлгі кісінің назары той біткенше менде болды. Қысыла бердім. Көз қарасы суық әрі отты. Бір кезде мені жақынырақ шақырып, жылы жымиып: «Қызмет көрсеткеніңе рахмет. Енді осы столға сен қызмет етші», деді. Не дерімді білмедім. Қарасам, администратор даяшы қызды ауыстырып, мені сол жерге қойыпты. Сол күні Әділ жұмысқа шықпаған. Екеуміз демалып, қаланы аралаймыз деп келіскен едік. Бірақ бәрі басқаша болды. Той аяқталғанда әлгі кісі қасыма келіп: «Мә, сен шын мықты екенсің, тәнті болдым», деп бір бума ақша ұсынды. «Рахмет, бірақ бұл менің міндетім ғой», деп ақшаны алмай бұрылып кеттім. Ол жай ғана жымиып, кенет құлағыма сыбырлап: «Ертең сен жұмыстан боссың.
Екеуміз серуендейміз. Мен сен үшін ең қымбат сыйлық дайындадым. Үйіңнің алдында келіп алып кетем, деді. Сол сәтте денем дір ете қалды. Ішімді әлдене түртіп өткендей. Сіз не деп тұрсыз өзі? Дедім шошынып. Бірақ ол мені естімегендей жай ғана бұрылып, артына қарайламай кете берді. Жүрегім дүрсілдеп, бір сәтке бәрі күңгірттеніп кеткендей болды. Қарапайым күннің астан кестеңі шыққанына өзім де түсінбей қалдым. Түні бойы әлгі рекетерді түсімде көріп, қорқыныштан шошып ояндым. Таң ата көзімді әрең ашып, өз-өзімді жұбата бастадым. Ол менің тұратын жерімді қайдан білсін? Жай қорқытам деп айтқан сөзі шығар. Өзімді сабырға шақырып, шайымды ішіп алдым да қайта көз ілдім. Негізі бүгін маған кешегі демалысымның орнына тынығуға рұқсат берілген. Үйде жалғызбын. Әпкем жұмыста, кішкентайлар балабақшада, үлкендері үйірмеде. Кешкі 6 шамасында әрең оянып, душқа түсіп, үйге киетін жеңіл көйлек киіп, есік алдындағы шағын дүкенге шықтым. Жай ғана сусын мен тіске басар бірдеңе алғым келген. Бірақ дүкеннен шыққаным сол еді, төбемнен жай түскендей болды. Қарсы алдымда әлгі рекетер тұр. Қолында үлкен гүл шоғы, жанында қара түсті қымбат көлік. О, сұлуым, оянып та үлгермепсің. Сонда да қандай көріктісің, деді ол өзімсіне. Мен сені көруге келдім. Кеттік, бірге серуендеп қайтайық. Тұла бойым мұздап сала берді. Таңданыс пен үрей бойымды кезек-кезек биледі. Жоқ, ешқайда бармаймын, дедім тік қарап. Бұл қалай болғаны? Сіз үлкен адамсыз, ал мен жас қызбын. Ұялмайсыз ба? Сөздерім әлгі адамның ашуын тудырды. Көзінен найзағай ойнап, қолындағы гүл шоғын атып жіберді. Ертең дәл осы уақытта осында кел. Егер келмесең, сүйген жігітіңді жазалаймын. Аты Әділ, солай ма? Деп жүзін суытып, теріс бұрылып жүріп кетті. Сол сәтте шынымен қорқа бастадым. Бұрын жай сөз шығар дегенім енді расқа айнала бастағандай. Оның айтқаны нақты, ниеті шындап тұрғаны анық еді. Сол түні көз іле алмадым. 4 қабырғаның іші тарылып, әр сәт сайын терезе жаққа жалтақтап отырдым. Есік кілттеулі. Nokia телефон қолымда. Қырсыққанда ішінде бірлігі жоқ. Бірақ Әділден әлі хабар жоқ. Қоңырау шалған сайын желі сөндірулі деген суық үннен басқа ештеңе естілмейді. Ойым сан саққа жүгіріп, әлгі адамның мен туралы бәрін қайдан білгенін түсіне алмай далмын. Демек, мені сырттай бақылап жүрген. Атымды ғана емес, сүйгенімді, жүрген орнымды бәрін біліп алған. Бұл енді жай қызығушылық емес, бұл қауіптілік. Таң атты. Бүгін администратор тағы демалыс беріп, Әділ де таң атпай звондап, демалыс екенін айтып қуантып тастады. Кешке Әділ екеуміз кездесуге шығатын болдық. Сағат тілі 5-ке таяғанда жүрегімнің дүрсілі үдей түсті. Не істеймін? Барам ба? Бармасам Әділге бірдеңе істеуі мүмкін. Бірақ барсам, өзімді қолына өзім ұстап беремін бе? Осы ойлармен айналып жүріп, өз-өзіме келгенде үстімде қарапайым киім, шашым бос. Көше есігі алдында
тұр екем. Аяқ астынан бір көлік дабылы ойнап, жүрегім зырқ ете қалды. Жан жағыма жалтақтап қарадым. Иә, анау көшенің арғы бетінде тағы да сол қара көлік тұр. Сол уақытта Әділ де келді. Мен шығып, екеуміз құшақтасып, амандасып, енді жүргелі жатқанда, әлгі рекеттердің адамдары жанымызға келіп: «Сен екеуің ешқандай шу шығармай, көлікке отырыңдар. Әйтпесе қиын болады. 2 рет сөйлемеймін», деді. Мен қорыққан шындық келді. Жылағым келді. Бірақ қасымдағы Әділге сеніп, өзімді ұстауға тырысып, қара көлікке отырдық. Қара көлікке отырған бізді үлкен салтанатты бір кеңсеге алып келді. Алдымызға буы бұрқыраған кофе қойылды. Қара былғарымен қапталған креслода баяғы бастық отыр. Суық жанары бізге қадалды. «Қош келдіңдер», деді ол дауысы қатқыл әрі салқын шығып. «Мен 2 рет қайталап сөйлемеймін. Өмір бойы дегеніме жетіп үйренген адаммын. Бір ғана шарт қоямын». Ол маған тесіле қарады. Сосын көзін Әділге бұрып: «Сен Әділ жігітсің. Бірақ мені сыйласаң, мына қыздан бас тарт. Қалаған ақшаңды ал да жоғал». Әділ орнынан атып тұрды, қызара бөртіп: «Мен сүйгенімді ешкімге бермеймін», деді өктем үнмен. Сол сәтте әлгінің жігіттері тап беріп, Әділдің аяғына пышақ сұғып жіберді. Барлығы көз алдымда болды. Шырқырап: «Тоқтаңдар, жіберші», деп айқайладым. Даусым дірілдеп, көзімнен жас сорғалап, рекеттердің бастығы сабырлы қалпын бұзбай: «Тыңда, не мені, не Әділдің өмірін. Мені таңдасаң, байлық, тыныш өмір. Әділді таңдасаң, оның жүрегіне сол пышақ қадалады. Сонда өмір бойы қара жерді құшып, өкінішпен өтесің», деді жай ғана. Бірақ сөздерінің салмағы ауыр еді. Мен үшін бұл жүректі қақ айыратын таңдау болды. Ғашығымның көз алдымда жан тапсырғанын қаламадым. Шарасыз күйде өз еркімнен тыс әлгінің тордағы құсы болуға келісім бердім. Әділ: «Жоқ, бұлай жасама», деп жалынды. Бірақ оның аяғынан қан сорғалап жатты. Жігіттер оны ауруханаға алып кетті. Мен жалғыз қалдым. Жылауымды тоқтата алмадым. Сол кездегі әлгі рекетер жаныма келіп, мені құшақтады. «Енді жылама, сені бай, бақытты өмір күтіп тұр. Кәне, көз жасыңды маған көрсетпе», деп бұйыра сөйледі. Сосын сөзін жалғап: «Ертең өз үйіңде боласың. Біздің үйде. Әпкеңе ауылға кеттім деп айтарсың. Егер осы айтқанымнан ауытқып, шындықты жайсаң, әпкеңнің балаларын көзіңше өлтіремін. Бұл қалада мені бәрі сыйлайды. Милицияңның өзі маған қызмет етеді. Ұқтың ба?» деді де бетімнен сүйіп орнынан тұрды. Ертеңіне әпкеме қысқа ғана хат жазып, телефонымды өшіріп, амалсыздан кеттім. Үйдің алдында қара түсті көлік дайын тұрды. Сол кеткеннен қайта оралмадым. Артыма қалған өмірім тек белгісіздік пен үнсіздікке айналды. Ол күннен бастап тура 15 жыл бойы бұл рекеттердің көңілдесі болып өмір сүрдім. Бір жолы әпкеме күйеуге тидім деп жалған хабар бердім. Ол сәтте жанымда сол рекеттердің бастығы отыр еді.
Сол адам әпкемнің үйіне өте қымбат алтын әшекейлерді, ал әке-шешеме 1 миллион теңге ақша жіберді. Бірақ өзіміз ешқашан барған жоқпыз. Күйеуге тидім деген аты ғана. Менен бірнеше жас үлкен адамның көңілдесі болдым. Бір пәтерде тұрдық. Ол қалаған кезде ғана келетін. Оның өз отбасы, әйелі мен балалары бар еді. Ал мен тек көңілдесі сияқты өмір сүрдім. Ең ауыр сәт жүкті болған кездерім. Қуануға себеп таппаған шығар. Ол ішімнен ұрып бірнеше рет түсік жасатты. Соңында сол азаптың өтеуі ретінде жатырымнан айырылдым. Бірақ ол бәрін ақшамен жауып, жоқ етіп тастап отырды. Маған бала керек емес, менің ұрпағымды көбейтемін деп әуре болма, деп кесіп айтатын ол. 15 жыл өткенде бәрі аяқталды. Әлгі рекеттердің бастығын біреу өлтіріп кеткенде ел күйзелді. Ал мен алғаш рет шын қуандым. Сол күні ең қымбат заттарымды жинап, ауылға өз үйіме қарай құстай ұштым. Сол сәтте ғана мен алғаш рет бостандықтың не екенін сезіндім. Үйге келсем, әкем бұл дүниеде жоқ екен. Аттан құлап мерт болыпты. Білесіз бе, тағы да бір түрлі қуандым. Егер ол тірі болғанда, мені бұл үйге кіргізбесте еді. Кіргізсе де алдымен жұдырығы мен таяғын көрсетері анық еді. Анам ғана, ана жүрегі ғана мені күтіпті. Қу тіршілікте әбден жүдеп, жүзі солып, көзі сөнген. Құр сүлдері қалған бейне. Бауырларым есейіп, әр қайсы өз жолын тауыпты. Ал мен болсам 15 жыл бойы ешкіммен хабарласпадым. Хабарласуға мүмкіндігім де болған жоқ. Өмірім темір торсыз түрме секілді өтті. Жасым 35-те болса да өзімді күттім. Салон, массаж, күтім, бәрі болды. Әрине, күзетшілерім де жанымда жүрді. Сол себепті болар, жасымнан әлде қайда жас көрінемін. Бір күні қолыма қымбат смартфонымды алып, Инстаграм парақшамды аштым. Алғашқы ойым Әділді, алғашқы махаббатымды іздеп табу болды. Іздедім, таптым да, бірақ ол үйленген екен, балалары да бар. Сол сәтте өзімді ұстай алмай, көз жасымды тия алмадым. Әділ, ол бір кездері менімен отбасын құрғысы келген жігіт еді. Мүмкін, сол күні шайтан түртті ме, әйтеуір өзім бірінші болып жаздым. Ал ол аң-таң болды. Тірі екеніме сене алмай, сен өлген шығар деп ойладым, деді. Кездестік, қатты сағыныппын. Сол бір күні біз қайта табыстық. Екеуміз қайта қосылып қойдық. Әділ өзі тұратын қалада маған арнайы пәтер жалдап берді. Жақсы қызметте, айлығы да жаман емес. Бірақ мен оның ақшасы үшін емес, жүрегім үшін ұнаттым. Ол менің алғашқы махаббатым. Оны сүйемін, шын жүректен. Әділ мені тоқалдыққа алғысы келді. Бірақ әйелі қарсы. Сол әйелге жыным келеді. Себебі менде таңдау болмағанда ол емес, мен болар едім оның заңды жары. Бұл әңгімені ішіме сыймай жаздым. Жанымды ешкім жоқ. Жазып жеңілдегім келді.